Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыз ба мұғалім? Отыра қойыңыздар. Бүгінгі кезекші кім? Сабақта барлығы түгел ме? Жақсы, отыра қойыңыздар. Рахмет. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түзудің теңдеуі. Біз координаталы жазықтықтағы нүктелерді пайдалана отырып, түзудің теңдеуін жазамыз. Енді бұл тақырыпқа кіріспес бұрын мен сіздерге мынандай бір қайталау ой қозғау есебін берейін. Есептің шарты: Шайтан көл мен хан сарайының арасы тай шаптырым, ал Тазша лашығы мен Шайтан көлдің арасы ат шаптырым жерде орналасқан. Шайтан көл мен Тазша лашығының арасы неше шақырым? Бұл жерде бізде тай шаптырым деген 15 километрге тең, ал ат шаптырым деген жер 20 километрге тең. Мына есеп бізге қайталауға берген есеп. Сондықтан түгел дәптерді ашамыз. Бүгінгі күнді жауап жазамыз. Бүгін 19-шы тәулік. Шығарамыз. Шайтан көл мен хан сарайының арасы тай шаптырым дейді. Бұл жерде онда Шайтан көл мен хан сарайының арасы 15 километр, ал Тазша лашығы мен Шайтан көлдің арасы ат шаптырым дейді. Онда Тазша лашығы мен Шайтан көлдің арасы 20 километр екі. Әрі қарай Шайтан көл мен Тазша лашығының арасы қанша километр екенін анықтап аламыз. Сызбасын сызамыз. Шайтан көлден хан сарайына дейін және Шайтан көлден Тазша лашығына дейін сызбасын сызамыз. Бұнда бір нүктеден бізде екі түзу шығады. Осы шыққан екі түзуді қосатын болсақ, бізде тік бұрышты үш бұрыш шығады, тік бұрышты үш бұрыш салып шығарватырмыз бұл, Сонда сызбасы сызамыз міндетті түрде. Жақсы, кім дайын? Кімде шықты? Тағы да тік бұрышқа байланысты есеп. Так, өте жақсы. Қайда шәкеле оған сұртағы? Сызбасын сызамыз, сызғышпен тік бұрыш сызып аламыз. Так. Өте жақсы. Алғысы, үшбұрышы, сон нүктесі бізде тік бұрышты. Асы және осы катеттері. Өте жақсы. Так. Бұл жерде біз тік бұрышты үшбұрыш болғандықтан екі катеті беріліп тұр. Гипотенузасын табу үшін міндетті түрде біз Пифагор теоремасын қолданамыз. Пифагор теоремасы өте жақсы. Катеттерін квадраттап қосқан. 15-дің квадраты 225, 20-ның квадраты 400. Осыларды қосатын болсақ 625-ді. 625-тен түрі табатын болсақ, сонда Шайтан көл мен Тазша лашығының арасы 25 километр екен, Дұрыс қой, да? Өте жақсы. Отыра қойыңыз. Жақсы, рахмет. Енді оқушылар, үй тапсырмасы. Үй тапсырмасына мынадай
Şart koyayық. Егер дәптеріңізді ашайық, үй тапсырмасын біз жолдың шетіндегі таңбалар әдісі арқылы тексеріп шығайық. Егер өзімізге үй тапсырмасы жеңіл болған болса, үй тапсырмасының шетіне Ж әрпін, қиын болған болса Қ әрпін, ал күмәнді болса К әрпімен бетек-бетеміз үй тапсырмасының шетіне. Қазір мен сіздерге үй тапсырмасын шығару жолы міне тақтада тұр. Біз осыдан алдыңғы тақырыбымыз екі нүктенің арақашықтығы және кесінді ортасының координаталарын табу тақырыбына берген тапсырма болатын. Әнекей, егер жеңіл болса Ж, қиын болса Қ, күмәнді болса К әрпімен белгілеп кете қоямыз. Жақсы. Жеңіл болған екен. Так, тексер. Жеңіл дейді. Қадишаға жеңіл болған. Жұмысқа қиын болған ба? Жақсы. Тақтармен салыстырып тексеріп алсақ, әрі қарай жаңа тақырып бізде сөздің теңдеуі жаңағыдай айтып өттім. Біз бұл тақырыпта екі нүктені пайдалана отырып сөздің теңдеуін жазамыз. Енді мен сіздерге үйде сөздің теңдеуі тақырыбын оқып қоюға берілдім. Қазір кім өздігінен түсіндіреді сол тақырыпты? Барлығымыз оңай болу үшін кім өздігінен тақтаға шығып, сөздің теңдеуінің формуласын жазып, мен сіздерге мысал беріп, сол уақытта мысалды шығарып, кім өздігінен сөздің теңдеуін түсіндіре алады? Кім дайын? Тағы да кім? Барлығымыз дайындалып кетіппіз. Өте жақсы. Так, келе қойыңызшы. Мұстая. Тақтаның орта асықтан өшіре қой. Бұл жерде екеуі үйде, үшеуі қонақта әдісін пайдаланайық. Қазір Мұстая сөздің теңдеуінің формуласын жазады. Осы формулада берілген өрнектерді пайдалана отырып сөздің теңдеуін анықтаймыз. Так. X минус X1. Өте жақсы. X2 мен жазаттардан көрсетіп қойып. Сіздерге оңайлы. Так, сөздің теңдеуі X2 минус X1, Y2 минус Y1. Сөздің теңдеуі, да? Так, бізде бұл жерде X1, X2, Y1, Y2 дегеніміз не бұл? Координатада жазылып тұрады. Бізде А координатасында 3-4 болып, бұда 5-6 болса, X1 өзін ал, X1-іміз 3 кетек, X2-іміз 5 кетек. Өте жақсы. Сонда бірінші тұрған координаттар X-ің координаттары, иә? Ал екінші тұрған координаттар өте жақсы Y1 мен Y2 екінші тұрған координаттар. Енді мен сізге мынадай бір тақтаға мысал берейін. А нүктесінің және Б нүктесінің координаттары берілген. Осы екі нүктенің координаттары арқылы сөздің теңдеуін жазайық. Қанекей түгел, ручкамызды алайық. Сөздің теңдеуі тақтада тұр. Осы сөздің теңдеуі жаңа берілген екі нүктелер болып сөздің теңдеуін жаза қояйық. Так, X1-іміз бізде 3-ке тең, X2-іміз 5-ке тең, иә? Өте жақсы. Тең болады. Y1-іміз 1-ге тең, өте жақсы. Так, Y2-іміз минус 4-ке тең. X минус 3, 5-ке шаман 2, Y минус 1, минус 1, минус 5. Ya, әрі қарай шандай. Жақсы. Оның ортақ бөлімі кетіреміз, иә? Өте жақсы.
Тағы қандай шығып жатыр? Өте жақсы. Бұл видео пайдаландық. Так. 5х минус 5х, да? Минус 5х плюс 15 тең болады 2y минус 2. Шандайтын болсақ. Так. 17. Плюс 17, да? 2y түгіні. Так, енді ақшекен толық жазып кете қой. Мына x-тің ауызға және y-тің ауызға коэффициенттері 10 санқылып кете қой, келесі жағынан шығады. Сонда бізде 10 санқылып кете қой. Барлығы 5x-ті және y-ті алға коэффициенті 10 сан. Сонда бізде бос мүшеміз қандай сан болады? Теріс сан болады, иә? Минус 17. Символар мынау. Бізде осылар қалады. Артық. Сөздің теңдеуі дегеніміз осы А нүктесі 3-те 1, Б нүктесі 5-те минус 4 нүктелері арқылы өтетін сөздің теңдеуі 5х плюс 2y минус 17 тең болады 0 екен. Отыра қойыңыз, өте жақсы, рахмет.